Қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін өте жеңіл салат дайындайтын боламыз. Қуырып істейтін. Бізге керегі бақлажан, пияз, тәтті бұрыш, помидор, чеснок, укроп керек. Тұз, дәмге қарай дәмдеуіштер. Осылай пияздарымызды турап аламыз, бәрін турап қысып тұрған майға қуырып алатын боламыз. Сәл ғана қуырамыз. Осылай көлемдерін әрқалай істеуге болады. Өздеріңіз еріктеріңіз. Осылай пиязымды, болгарскийімді турап аламын. Бақлажанның сыртын ашып алдым. Өйткені оның сырты қалай бар, солай болып тұрады. Оны ашып алған дұрыс. Әр тойымды, жемтал болады. Осы қуырып дайын болатын салатты жасап көруге кеңес беремін. Көп қуырып, холодильникке салып қойсаңыздар, кез келген тамақпен, нанмен жесеңіздер де өте керемет. Жасап көріңіздер. Осылай мен бәрін ашып алғаннан кейін бақлажандарымды молақтатып қуырып аламыз. Қуырып алғанда өзімізге керек дәмдеуіштерді салып, негізі су құйылмайды. Сулы помидор болса, менің помидорым суы аздау, қалған етті помидор болғандықтан мен бір бокал су құйып жүрмін үстінен. Алдағы уақытта қалай жасалғанын, қашан су құйғанымды, қандай дәмдеуіштер салдым, барлығын көретін боласыздар. Сіздермен болған Гүлбахар. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер.